Бәріңізге сәлем. Бүгін бір қамырдан 3 түрлі формада 3 бөлек дәм беретін хворс дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Қамырын дайындау үшін ұнға қосқышты қосып жақсылап араластырамыз. Одан кейін жұмыртқаны салып, ерітілген сары майды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Суды аз-аздан қосып отырып, қолымызбен қамыр илейміз. Қамыр біркелкі тығыз, бірақ жұмсақ болып шығу керек. Бетін жауып 10 минуттай қоямыз. Қамырды кішкене бөліктерге бөліп, әр бөлікті жұқа етіп жаямыз. Қамырды жайғаннан кейін әртүрлі формаларға келтіреміз. Алдымен квадрат пішінге келтіріп, ортасына осылай сызықтар салып аламыз. Сол сызық бойымен ортасына жеткізбей, жан-жағын пышақпен кесіп аламыз. Барлық 3 формамен де осылай қайталаймыз. Және бір-бірінің үстіне қойып, гүлдің пішініне келтіреміз. Ортасын қолымызбен басып жабыстырамыз. Қамырлардың ортасын сулап жабыстырса, қамырымыз ажырамайды. Екінші түріне қамырымызды үлкен төртбұрышқа бөліп, ортасын ирек сызықпен жүргіземіз. Араларын қолымызбен ашамыз. Және видеодағыдай шеттерін біріктіреміз. Екі шетінен ұстап, ортасынан өткіземіз. Үшінші формаға ұзын тік төртбұрыш аламыз да, оны да ортасынан ирек сызықпен жүргіземіз. Видеодағыдай шеттерін біріктіреміз. Қалың болмас үшін ұштарын пышақпен кесіп алып тастаймыз. Енді бір ұшынан ұстап, видеодағыдай дөңгелек пішін жасаймыз. Қамыр ашылып кетпеу үшін шеттерін сумен жабыстырамыз. Қызып тұрған майда хворстарын екі жағы қызарғанға дейін пісіреміз. Гүлдің формасын келтіру үшін ортасынан ағаш таяқшамен басып тұрамыз. Сол кезде шеттері гүл сияқты көтеріледі. Бізде осындай әдемі қызарған 3 түрлі хворстар дайын болды. Қанттан сироп жасау үшін қанттың үстіне суды құйып, қант әбден ерігенге дейін араластырамыз. Және 10 минуттай сиропты қайнатамыз. Хворстарды ыдысқа салып, өзіміздің қалауымызша әсемдейміз. Бірінші түрін осылай жай қалдыруға болады. Екінші түрін бетіне қант ұнтағын себеміз. Үшінші түрін сироппен араластырамыз. Шайларыңыз тәтті болсын. Видео ұнаса лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар.